Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осы гүлдерімізді жақсы өсіретін және жапырақтарының сарғаймауынан қорғайтын гүлдерімізге өте керемет тыңайтқыш жасап көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетсеңіздер керемет болар еді. Осы видеода барлық гүлдерге құюға болатын тыңайтқыш жасап көрсететін боламын. Гүлдерімізге уақытында тыңайтқышын құйып тұрсақ, сонымен бірге тұратын орнын жақсы жерге қоюымыз керек. Және де күн көзінен қорғауымыз керек. Өйткені күн көзі гүлдеріміздің жапырағын көбіне қатты күйдіріп жіберетін болады. Осы жаз мезгілінде гүлдерімізге тез-тезден тыңайтқыш құйып тұрсаңыздар, гүлдеріміз жақсы өсетін болады. Ендеше тыңайтқышымызды жасап көрсететін боламын. Менің қолымдағы осы лайм барлық үйде табылады деп ойлаймын. Табылмаған жағдайда кәдімгі азық-түлік дүкендерінен сатып алсаңыздар болады. Лаймда көптеген витаминдер бар. Лимонда қандай витаминдер болса, лаймда да сондай витаминдер бар. Осылай 1 литр суымызды құйып аламыз, үй жағдайында тындырылған су. Осы 1 литр суымызға осы ас қасықты жарты қылып лайм шырынын құйып араластыратын боламыз. Лаймның құрамындағы витаминдер С витамині, калий, фосфат, кальций, сонымен бірге басқа да витаминдерге бай. Гүлдерімізге калий, темір жетіспеген жағдайда гүлдеріміздің жапырақтары көбіне қарайып кететін болады. Осы лаймның және де лимонның тыңайтқыштарын доллар гүлдеріміз және де орхидея гүлдері өте жақсы көреді. Осы гүлдерімізге осы тыңайтқышымызды жаз мезгілінде 10 күннен құйып тұрсаңыздар болады. Осындай су шашқышымызға құйып алып, гүлдеріміздің жапырақтарына бүркіп отырсаңыздар да болады. Өйткені гүлдерімізді бұл шыбын-шіркейден, сонымен бірге құрт-құмырсқадан қорғайтын болады. Лайм болмаған жағдайда лимон қышқылының шай қасықтың ұшымен 1 литр суға араластырып шашсаңыздар, сонымен бірге топырағына құйсаңыздар да болады. Бұл тыңайтқыш гүлдеріміздің жақсы өсуіне, тамыр жүйесінің жақсы нығаюына, топырағының аппақ ақтаңдап болып кетпеуінен қорғайтын болады. Осы жасаған тыңайтқышымызбен біз орхидеямыздың жапырақтарын сүртіп отырамыз. Өйткені орхидеяның жапырақтары әрі қарай жап-жасыл болып құнарланып өсетін болады. Осы орхидея гүліне осы лаймның, лимонның тыңайтқышын құйсаңыздар болады. Орхидея гүлі тез өсетін болады. Гүлдеріміздің ішінде күтімді қажет етпейтін осы орхидея гүлі. Орхидея гүлі күтімді қажет етпейді, өйткені гүл өсіре алмайтын адамның өзі өсіре алатын болады. Ендеше осы тыңайтқышымызды гүлдерімізге құятын боламын. Осы тыңайтқышты долларымның тарелкасына құямын. Өйткені осы доллар гүлдің топырағы ауыр болғандықтан тарелкасына құямын. Неге десеңіз, тамыры, картошкасы шіріп кетпесін деп. Сіздерде де доллар гүлдерінің топырағы ауыр болған жағдайда суды, тыңайтқышты тарелкасына құйсаңыздар болады. Ал топырағы жеңіл болған жағдайда топырағына құя берсеңіздер болады. Ендеше сіздермен бірге екінші тыңайтқышымды жасап көрсететін боламын. Бұл картоп крахмалы. Картоп крахмалы дүкендерде сатылады, әрбір үйде табылады деп ойлаймын. Картоп крахмалы болмаған жағдайда әрбір үйде табылатын картопымыз бар ғой, соның қабығын суға салып 5-6 сағатқа қақпағын жауып қойып, кейіннен сүзіп алып, гүлдеріңізге құйсаңыздар болады. Осы картоп крахмалының шай қасықпенен 1 қасықты толтырып 1 литр суға араластыратын боламыз. Өте оңай тыңайтқыш, гүлдеріңіздің барлықтарына құйсаңыздар болады. Картоп крахмалының құрамында гүлдерімізге керекті дәрумендердің бәрі бар десек те болады. Картоп крахмалы гүлдерімізді өсіріп қана қоймай, гүлдеріміздің жапырақтарын жап-жасыл қылып, сонымен бірге тамыр жүйесін жақсы нығайтып отыратын болады.